Сәлеметсіздер ме студенттер? Жақынша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі 4-ші курс студенттеріне арналған құқық негіздері және еңбекті қорғау пәнінен бейне сабақ. Мемлекет және құқық туралы негізгі түсініктер. Жоспары. Мемлекет және құқықтың пайда болуы, мемлекеттің пайда болуының жолдары, мемлекет және құқық туралы теориялар, мемлекет түсінігі белгілері, құқық түсінігі белгілері, нормалар, құқықтың қайнар көздері. Мемлекеттің шығу туралы бірнеше теориялар бар. Бірінші теологиялық теория, Құдайды тану ғылымы өкілі Фома Аквинский. Екінші патриархалдық теория, мемлекет және құқық отбасында шыққан өкілі Аристотель. Үшінші шарттық теориясы, алғаш рет Франция және Америкада пайда болды. Мемлекет пен құқық келісім шарт негізінде пайда болған. Өкілдері Жан-Жак Руссо. Мақсаты мемлекет билік қоғамға бағыну, қызмет жасау керек. Төртінші күштеу теориясы, мемлекет және құқық күш жұмсаған нәтижесінде бір тайпа басқа тайпаны жаулап алып, жаңа мемлекет құрған. Яғни мақсаты халықты мемлекетке бағындыру. Бесінші маркстік және таптық теория, мемлекет және құқық қоғамда еңбек бөлінісінің, отбасының, жеке меншіктің, жеке бір-біріне қарама-қайшы таптардың бөлінуі негізінде пайда болған. Яғни қанаушы және қаналушы таптардың пайда болуы. Өкілдері Карл Маркс, Владимир Ленин және Фридрих Энгельс. Алтыншы психологиялық теория, мемлекет және құқықтың пайда болуы адамның санасына байланысты. Мемлекет қоғамды басқаратын, қоғам атынан ішкі және сыртқы саясатты жүргізетін, жалпыға бірдей міндетті заңдарды қабылдайтын, қажетті жағдайда мәжбүрлеу шаралар қолданатын, қоғамда тәртіп орнықтыратын, салық жинайтын саяси ұйым. Мемлекеттің белгілері. Бірінші, шекарасы және халықтың болуы. Екінші, саяси жария биліктің болуы. Үшінші, салық және салық жүйесі. Төртінші, құқық және заңдардың болуы. Бесінші, басшының болуы. Алтыншы, заң шығарушы, атқарушы, сот органдарының болуы. Жетінші, мемлекеттің мәжбүрлеу органдары, полиция, барлау, қауіпсіздік органдарының болуы. Сегізінші, мемлекет егеменділігі, тәуелсіздігінің болуы. Мемлекеттің егеменділігі, биліктің қоғамда үстемділігі, биліктің бірлігі, тұтастығы, қоғамдағы тәртіп. Мемлекет нысанына қарай үшке бөлінеді: қалыптасуы, бөлінуі, іске асырылуы. Яғни басқару нысаны, мемлекеттің құрылым нысаны, әкімшілік құрылым нысаны. Нысанына қарай монархиялық, республикалық. Монархиялық өзі үшке бөлінеді: абсолюттік монархия, конституциялық монархия, аралас. Республика, президенттік республика, парламенттік республика, аралас республика. Мемлекет құрылымы нысанына қарай, әкімшілік аумағына қарай унитарлы, федеративті, конфедеративті болып бөлінеді. Саяси тәртіп, яғни тұрпатына қарай мемлекет нысанына жағына демократиялық, демократиялық емес, демократиялық, президенттік, парламенттік, демократиялық емес, тоталитарлы, авторитарлы. Монархиялық билік, мұрагерлік арқылы берілетін өмір бойғы дара билеудің нысаны. Абсолюттік монархия дегеніміз, яғни мемлекеттің, биліктің, заң шығарушы, атқарушы және сот билігі бір адамның, монархтың қолына шоғырланады. Оның рұқсатымен барлығы іске асырылады. Парламенттік монархия, монархтың билігі парламенттің іс-әрекетімен шектеледі. Конституциялық монархия, монархтың билігі конституциямен шектелген. Республикалық билік, мемлекеттік билік жоғарғы органдардың халықтың еркін дауыс беруі арқылы, белгілі бір мерзімге сайлау арқылы қалыптасатын басқару нысаны. Президенттік басқару. Президенттің бүкіл халықтың дауыс беру арқылы сайланады. Президент бір мезгілде атқарушы биліктің басшысы болып саналады. Билік заң шығарушы, атқарушы және сот билігі болып бөлінеді. Үкіметті парламенттің келісімімен президент тағайындағандықтан ол мемлекет басшысы алдында жауапты. Парламенттік басқару. Референдум нәтижесінде сайланған парламенттің рөлі мен маңызы президент, үкімет сияқты институттарға қарағанда жоғары. Аралас республикалық басқару.
билік формасы бүкіл халықтың дауыс беру арқылы сайланған, президенттің де парламенттің де басқаруымен теңдей жүргізіледі. Мемлекеттің нысандары, рәміздері елтаңбасы болуы, әнұраны болуы, яғни мемлекеттің туы болуы. Құқық дегеніміз жалпыға бірдей міндетті, қоғамдық қатынастарды реттейтін, заңдарда көрініс табатын, ізгілік, теңдік, әділеттілік идеяларға негізделген, мемлекет қамтамасыз ететін нормалардың жиынтығы. Құқықтың белгілері жалпыға бірдей міндеттілік, қатынастарды реттейді, формальды анықтылық, еріктілік сипаты, мемлекет қамтамасыз етеді, құқық динамизмінің өзгертілуі, құқық реттеушілігі. Құқықтың қайнар көздері: әдет-ғұрыптар, мемлекет қамтамасыз ететін әдет-ғұрыптар. Оларға қоғамда ең маңызды болады. Қазақ дәстүрлері қоғамда құқықтық әдет-ғұрыптар қазақтың негізінде қайнар көзі болған. Құқықтық доктрина, құқық туралы көзқарас, идеялар, шығармалар. Мысалы, ежелгі Римде 5 ұлы заңгердің шығармалары құқыққа айналған. Сот прецеденті, жоғарғы соттың шығаратын шешімі төменгі соттарға үлгі заң болады. Нормативтік келісім шарт, екі жақтың келісімі, осы келісім мемлекетпен қамтамасыз етіледі, заңға айналады. Нормативті құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының негізгі құқықтық қайнар көзі, яғни нормативті құқықтық актілер, яғни конституциялық заңдарда көрсетілген, жалпы ережелерден тұрады, жалпыға бірдей міндетті ресми құжат, яғни президенттің жарлығы, үкіметтің қаулысы, басқа да жергілікті атқарушы органдардың заңдары мен актілері. Заңға негізделген нормативті құқықтық актілер түрлері міне көрсетілгендей. Құқық нормасы дегеніміз мемлекет тағайындаған және мақұлдаған, құқық бұзушылықтан қорғайтын жалпыға бірдей міндетті мінез-құлық ережесі. Құқық нормаларының белгілері: мемлекеттік органдардың қабылдаған бекіткен актісі, оның заңдық күші бар. Нормада субъектілердің құқығы мен міндеттері орындалу жолдары көрсетіледі. Егер де көрсетілмесе, субъектінің өз еркінде, тек заңға қайшы келтірмеуі керек. Норма ерікті түрде жүзеге аспаса, еріксіз түрде жүзеге асырылады. Мемлекет қамтамасыз етеді. Құқықтың норма адамның қоғамның тәртібінің кепілділігі болып саналады. Құқықтық мемлекет дегеніміз не? Адамның құқықтарын бірінші орынға қоятын, билікті болу, тәртіпке заңның үстемдігін мойындайтын мемлекет. Яғни, бірінші адам құқығы мен бостандығының басымдылығы, екінші заңның үстем болуы, үшінші билікті бөлу тәртібі, төртінші тұлға мен мемлекеттің өзара жауаптылығы, саяси және идеологиялық плюрализм, алтыншы азаматтық қоғамның болуы, жетінші ұлттық заңдардың көпшілік таныған халықаралық актілерге сай болуы, сегізінші қоғамның және тұлғаның құқықтық және сана және құқықтың мәдениеті жоғары деңгейде болуы. Құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік тудыратын, мемлекеттік не қоғамдық мәжбүрлеу шарасы қолданылатын заңда көрсетілген жасқа толған адам. Құқықтық жауапкершілік, заңды жауапкершілік тудыратын, мемлекеттік не қоғамдық мәжбүрлеу шарасы қолданылатын заңда көрсетілген жасқа толған адам. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.